Еліміздің нарығында болып жатқан қант дағдарысы барлығына мәлім. Қант үшін талас даудамай еліміздің әр түкпірінде тіркелуде. Осыған ұқсас жағдай Қызылорда қаласының супермаркетінде тіркелді. Қарапайым қант дауы супермаркетте өрт тудыруға дейін қалай апарғанын тілшіміз біліп қайтты. Елімізде білесіздер, міне қант тапшылығы болып жатқанын білесіздер, біздің супермаркетке де осы тиіп кетіп жатыр. Алайда қант жоқ емес, бар, келіп тұрады бізге жиі негізінде. Осы мәселеге байланысты біздің супермаркетте соңғы қалған бір қап қантқа екі клиентіміз таласып қалды. Соның бірінші тапқан клиентті білуіміз үшін біз камераны ашып қарадық. Ал енді қантты ала алмаған клиентіміз енді ұятта болса да айтайын, күйіп енді осы жерде сол қантты ала алмағаннан өртеніп, хайвай қылып осы жерде магазинде аралап жүр. Жаңағы көт өртенген кісі, мен как раз кассаға қарай кетіп қалған кезде, ол кісі ана туалетный бумага, салфетка сататын жаққа қарай көт өртеніп кетіп бара жатқан тұғын сол жаққа қарай. Видимо, сол кісі өрт шығарған болып тұр ғой. Кішігірім өрт шыққан жерді өшіріп, қазір ремонт жұмыстары жүріп жатыр. Алдағы сәрсенбі күні жұмыс жасайтын боламыз штатны түрде, және біз қантты әкеліп қойдық қазір көп. Ана қатынмен таласып қалдық, камерадан көрейік деп, монтаж ананың бәрі таныстар ма, бірдеңесі ма. Ертең сырда күні ашылайын деп жатыр екен ғой. Амангелді 5-ке карамельдің алдына заказ беріп қойдым, индырай берген міне газель. Газельмен алып кетем бірден, қайқанау сізге көрсем ма, няқама? Пожарбек Карамелев, Надежда Сахарова, ПТК арнасы.